Саламатсыздар ма, құрметті медик студенттер, сіздермен бірге білімді бол дәрігер жобасы. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз адренергиялық синапс. Ендеше кеттік. Достар, тақырыпты басамас бұрын біздің каналымызға тіркеліп, колокольчикті басып, комментарийға керемет деген сөзді жазып кетсеңіздер, нұр үстіне нұр болатын еді. Ендеше біз сабағымызды бастаймыз. Схемада көргеніңіздей бізде адренергиялық синапс көрсетілген. Бұл видео не үшін керек сіздерге? Адренергиялық синапсты жақсы түсініп алсаңыздар, достар, сіздер адрена препараттарды, адреномиметиктарды, адреноблокаторларды жақсы түсінетін боласыздар. Ендеше кеттік. Нормада адренергиялық синапс қалай жұмыс жасайды? Ең бірінші бізге керек бұл жердегі нәрсе бұл тирозин деген амин қышқылы. Тирозин гидролаза ферменті көмегі арқылы ол дофаз деген затқа айналады. Дофа ары қарай дофаминге айналады. Декарбоксилаза ферменттерінің көмегі арқылы ол ары қарай норэпинефрин немесе орысша кітаптарда айтады, норадреналинге айналады екен. Енді норадреналин бұл да алдыңғы сабақ секілді холинергиялық синапстағыдай ацетилхолин секілді визикулаға қоршалған болып табылады. Өйткені пресинаптикалық мембрананың ішінде лизосомальды ферменттер болуы мүмкін, ыдыратып жіберуі мүмкін. Сол себептен де соншама жұмысты ысырап етпес үшін, былайша айтқанда, оны визикулаға, яғни чехолға орап қояды. Енді бұл жерде аталмыштай кальций каналдары келіп ацетилхолиндегідей бүйтіп шығара салмайды. Бұл жерде кішкене механизм күрделірек. Пресинаптикалық мембранада нейромедиатор немесе гормонды шығарып отыр, реттеп отыратын екі рецептор бар. Пресинаптикалық мембранада бізде бета-рецептор және альфа-2 рецепторлер бар. Бета-рецепторлер кейбір кітапта бета-1 дейді, бета-2 дейді. Сол себептен де мен сіздерге жай ғана бета-рецептор деп жазып кеттім. Енді бұлай жаттап алуға болады. Альфа-2 аз норэпинефринді шығарады. Яғни, егерде синаптикалық қуыста адреналиннің мөлшері көп болып, артық шығып кететін болса, немесе артық шығып кетуден алдын алғысы келетін болса, ағза ол үшін бізге альфа-2 рецептор берген. Ол норэпинефриндің шығуын блоктайды. Сол себептен де альфа-2 аз деп жаттап алайық. Альфа-2 аз норэпинефрин. Ал қарама-қарсы тұрған бета-рецептор бұл керісінше жұмыс жасайды. Бұл норадреналин жетпей қалған кезде, немесе қажет болған кезде активтенетте норадреналинді синаптикалық қуысқа шығарады, достар. Синаптикалық қуысқа норадреналин шыққаннан кейін ол екі рецепторге әсер ете бастайды. Альфа және де бета. Алдыңғы сабақта біз ацетилхолин М немесе N рецепторлерге әсер етеді деп айттық. Енді норадреналин екі рецепторге де әсер етеді, бірақ өзгеше. Қандай? Альфа және де бета. Өзінің эффектісін көрсетеді екеуіне де. Эффект көрсет біткеннен кейін ацетилхолин секілді бұны да ыдыратып жіберетін фермент бар. Ол катехол О метилтрансфераза деп аталады. Норадреналин, катехол О метилтрансфераза мен бірге реакцияға түскен кезде, яғни ферментативті реакцияға түскен кезде, бізде норадреналин жарты бөлігі қайтып сіңеді, жарты бөлігі метил топпен қосылып, метил тобына қосылады, бізде норметанефрин пайда болады, ағзадан шығып кетіп отырады. Осылайша бізде синаптикалық қуыста норэпинефриннің көзі жойылады деп айтуға болады. Бірақ толықтай емес, жартысы ғана. Неліктен? Өйткені адреналиннің синтезі күрделі болғандықтан, оның тек қана жартысы ғана реакцияға түсіп ағзадан шығарылады, қалғаны аппаратына немесе қазақша айтатын болсақ, керісінше сіңіріледі. Түсінікті ғой, достар? Енді ары қарай не болады? Альфа және бета рецепторге активация келген кезде бұларда не болады? Бұлар, жаттап алыңыздар, достар, адренорецепторлер тура М холина рецепторлер секілді
бірге жұмыс жасайды. Яғни олардың да астында сигналды алып кететін G белок бар, достар. Оларды алып кететін G белок бар. Түсінікті ғой? Енді біз білеміз, алдыңғы сабақтан GQ белогы активтенетін болса қандай кетеді, GI белогы активтенсе қалай кетеді деген нәрселерді білеміз. Ендеше давайте біз осы G белоктарға тоқталайық. Достар, бізде мына схемада көзімізді салатын болсақ, бұл жерде адренорецепторлердің механизмі былайша айтқанда айтылған. Бұл жерде альфа-1 рецепторы GQ белогымен байланысқан, альфа-2 GI белогымен байланысқан, бета-1 мен бета-2 рецепторлер GS белогымен байланысқан. Общий сөз KISS деп шығады, яғни QIS, KISS деген сөз шығады. Енді альфа-1 рецепторге әсер еткен кезде GQ белогы активтенеді, ол фосфолипаза С-ны активтендіреді, алдыңғы сабақтан білеміз. Және инизотол трифосфат пен диацилглицеридті активтендіреді, ал ол кальцийдің мөлшерін жоғарылатады. GI белогы альфа-2-ге тән, альфа-2 активтенген кезде GI белогы активтенеді, ол аденоциклаза жүйесін қосады, ол ЦАМФ жүйесін іске қосады. Келесі, бета-1 және бета-2 рецепторлер, бұлар екеуі GS белогымен байланысқан. Олар аденоциклазаны іске қосады, ол ЦАМФ-ті жоғарылатады. Енді осы жерде айырмашылық бар. Бета-1 рецепторының протеин киназасы екінші тип. Бета-2-ның протеин киназасы 1. Неге бұлай мен сіздерге айтып түсіндіріп жатырмын? Өйткені екеуі де GS белогы болғанмен де екеуіне де активация келген кезде екі түрлі жауап болады. Яғни бета-1-ді активтендірген кезде бізде плюс эффект шығады. Егер бета-2-ні активтендіретін болсақ, бізде минус ответ шығады. Неге? Хотя GS белоктар бір жүйемен жұмыс жасайды, бірақ протеин киназасы екі түрлі. Протеин киназа екінші тип, бұл момын белок деп айтсақ болады. Айтқанды істейтін. А мына протеин киназа 1, былайша айтқанда қырсық. Оған плюс эффект беретін болса, ол саған минус қылып жауап береді сигналды. Соның нәтижесінде клеткада керісінше сигнал береді. Яғни, мысалға, бета-2 адреномиметик, яғни бета-2 әсер ететін препараттар мысалға бізде бронхтарды кеңейтуге алып келеді. Мысалы, керісінше болу керек қой, сокращение, мысалға, жиыруға алып келу керек қой. Ал бізде ол кезде кеңею болады. Мысалы, сальбутамол деген препарат, ол бета-2 адреномиметик, оны бронхиальды астмада қолданылады. Көп студенттердің осы жерде ми ашады. Не үшін ол миметик, ол наоборот блокатор болу керек қой, ол босаңсыту керек қой, рецептор жауып тастаса, бұлшықеттер кеңеймей ма деген кезде, сіздер былай түсіндіріп берулеріңіз керек. Бета-2-ның GS-і бірдей, әңгімесі жоқ, аденоциклазасы хорошо, ЦАМФ, бірақ протеин киназасы бірінші тип. Оны активтенген кезде ол қарама-қарсы эффект береді, бізде жиырудың орнына керісінше кеңею эффектісі пайда болады екен. Осы моменттер сіздерге ертең болашақта препараттың қарсым көрсетілімі және де жаңа мәселелерінде түсінуге мүмкіншілік береді екен. Осымен біз осы бөлімімізді тәмамдайық. Скрин жасап алыңыздар, мен артқа кетейін конспект жазуға. Толық ақпарат препараттардың жаңа әсерлері, басқа да түрлері, қосымша материалдардың барлығы біздің Білімді бол дәрігер телеграм каналдың сілтемесімен кіріп, жүктеп алсаңыздар болады. Ол осы біздің описаниямызда болады. Ендеше видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, колокольчикті бах етіп басып кетсейші, родной. Сау болыңыздар, достар.